ата-анамды, енді ата-анаңмен бірге Дубайға барып демалып қайту. Онлайн физиканың миссиясы қандай десе, бірден айтам. Бүткіл мұғалімдерді жұмыссыз қалдыру. Яғни ұбт-ның физика есептерін құрастырған кісімен өзіміз болашақта сұхбат жасайтын боламыз. Қалайсыңдар? Бұл видеода 2020 жылға өзімнің қандай арман мақсаттарым бар және арман мақсаттың маңыздылығы қандай, қалай көмектеседі жалпы, сол жайлы айтатын болам. Енді арман мақсат не үшін керек десе, ол ең бірінші ұйқыдан тұру үшін керек. Яғни еңбектену керек, ерте тұрып, тарих жаттау керек, есеп шығару керек, болмаса әркімде әртүрлі. Сол үшін арман мақсат керек. Мысалы, мықты бір арман мақсатың болатын болса, яғни сен сол арманыңды ойлаған кезде сен ұйқыны да бәрін ұмытып, жалқаулықты да ұмытып, соған қарай жүріп кететін болуың керек. Яғни сондай арман мақсаттардың тізімін жазып қою керек. Мысалы, өздеріңде қазір университетке грантқа түсу, яғни қалаған мамандықтарыңа грантқа түсу, жақсы көретін қалаларыңа бару, яғни сондай бір кішігірім арман мақсаттарың бар, иә. Енді соларды ойлаған кезде, оларды дұрыс ретімен кішкене қиялы емес, кішкене миға кіретіндей қылып, әр қадам-қадаммен жазып қоятын болсақ, онда бізге таңертең тұруға көмегін тигізеді. Өйткені соны ойлаған кезде сенде екі таңдау болады: ұйықтайсың, немесе сол мақсатыңа қарай жүресің. Енді өзің ары қарай таңдайсың. Енді екіншісі, жалықпай сабақ оқу үшін. Енді сабақ оқып жатсың, біреу оқымай ойнап жүр. Сен соған қарайсың да, енді сен де сабағын оқығың келмей өзің бұзыла бастайсың. Болмаса көп оқып қойдым, қазір көзім ауырады сияқты, болмаса әйтеуір сол сияқты бір сылтау заттар есіңе түсе бастайды ғой. Сол кезде оның барлығына қарсы шығып, сені ары қарай жалықтырмай сабақ оқытып қоятын ол сенің арман мақсатың. Яғни енді арман мақсат деп отырғаның енді мотивация. Бірақ енді мотивация деген енді қысқа мерзімді болғандықтан мотивация деп айтпай отырмын. Себебі арман мақсат ол ұзаққа қойылады және ұзақ уақыт бойы саған көмектесіп отырады. Енді үшінші, адам болып қалу үшін. Енді басқа жануарларға қарағанда бізде алдымызды, яғни болашағымызды ойлай аламыз. Яғни болашақта мынандай істесем ғой деп мақсат қойып, соған еңбек ете аламыз. Ал басқа жануарларда ондай қабілеті жоқ болғандықтан олар ештеңеге басын ауыртпайды. Яғни арман мақсат қою ол адам екенінің белгісі, иә. Енді көптеген сөздер бар ғой, мысалы арманы жоқ адам, тұзы жоқ тағам деген сияқты. Сондай болып өзгеріп кетті ғой қазір. Енді арманың жоқ болатын болса, онда мынау сияқты дұрыс эволюцияға ұшырамай қалғансың деген сөз. Арманың болу керек, ол міндетті. Ол ешқандай да бір андай қиялы ондай адам емес. Яғни нақты цель бар, соған қарай кетіп бара жатсың. Яғни қайда бара жатқаныңды білесің деген сөз. Қайда бара жатқаныңды білмей, әйтеуір кетіп бара жатырмын деген ондай адамнан ештеңе шықпайды. Яғни қайда бара жатқанын өзі білмейді. Ондай адам болу керек емес. Сонда бізде әрқашан екі түрлі таңдау болады екен. Яғни прогресс немесе регресс. Прогресс дегеніміз енді сол таңдау, мысалы таңертең тұрдың, қайсысын таңдайсың екі таңдаудың? Тұрасың ба, жоқ ұйықтап қаласың ба? Яғни сол сияқты кішігірім таңдаулардың жиынтығынан үлкен бір нәтиже құралады. Мысалы, сен 11 класты бастадың, бір жыл бойы сен таңертең ерте тұрып жүрдің. Және таңертең ерте тұрып алғаннан кейін екінші таңдау сабақ оқисың ба, жоқ басқа бірдеңе істеп кетесің ба, уақытты босқа құртып. Яғни сол сияқты тағы бір таңдау шықты. Сенің мысалы өмір сүріп жатқан әлемің ол екіге бөлініп отырады. Сенің таңдауыңа байланысты. Таңертең тұрдың, дұрыс жаққа. Яғни мақсатың анық, сол мақсатыңа қарай жүретін жолдар бар және мақсатыңнан алыстататын іс-әрекеттер бар. Сен қайсысын таңдадың, соған қарай жүресің. Таңертең мысалы ерте тұрдың, сабақ оқуға шешім қабылдадың, тұрақты оқуға шешім қабылдадың, тағы бір адамдардан бір затты сұрап алайын дедің. Яғни сол сияқты сенің мақсатыңа, яғни ұбт-дан жақсы балл жинап, сені грантқа түсіретін қадамдарды жасап жатсаң, онда ол міндетті түрде жетеді. Ал егер сенің мақсатың мысалы оң жақта тұр, сен бірақ күнде ұйықтап қаласың, сабақ оқымайсың, сол сияқты жүретін болсаң, онда сенің мақсатың мына жақта, өзің басқа жаққа кетіп бара жатсың деген сөз. Сол сияқты өмір өз сондай екі таңдаудан тұрады деп философ болып кетсең да. Сондай ғой негізі. Бұлай ойлансаң дұрыс қой. Ал енді регресс. Енді регресс деген жаңағы алыстап жатсың. Енді болашақта қандай өмірге апаратындығы ол көрініп тұр. Енді ана жаны түсіндіріп айтпай ақ қояйын, өздерің түсініп аласыңдар.
Ал енді сендерді мысалы айтып жатырмын, енді өзімнің арман мақсаттарым бар ма, қандай? Енді сол жайлы кішкене айтып өтейін. Мен мысалы осы 2020 жылға 61 арман жазып қойдым. 61-шісі енді қосылды, ұмытып кеттім. 61 арман. Енді бұның барлығын мен сіздерге оқып бермей қояйын, өйткені бұндай қатты маңызды емес. Мысалы, жеке Инстаграмда 20 000 подписчик болу дейді. Жеке Инстаграмыма мен бүткіл оқыған кітаптарымды, бүткіл әлемде енді жаңадан шығып жатқан керемет техникаға қатысты болсын, жалпы биология, химия, технология барлығына қатысты кітаптардың барлығын оқып, сол жерге мазмұнын айтып, видео ретінде салып отыратын боламын жеке Инстаграмға. Солай подписчик жинау, ол бір қарапайым сондай бір арман мақсаттар бар. Енді ең үлкен-үлкені дегені, мысалы үлкен-үлкені самокат сатып алу десең, самокат сатып алу да бар. Енді өзімде көлік бар, бірақ Алматыға келгеннен кейін не үшін самокат сатып алуды қосып қойғанымды, оны түсінетін боласыңдар, келіп жатсаңдар болашақта. Пробка біз жақта сұмдық. Енді мысалы ата-анаңмен бірге Дубайға барып демалып қайту. Енді ата-анаңның емес, өміріңнің демо версиясы бітті. Сондықтан өз ақшаңа ата-анаңды бірге алып, саяхаттап демалып келу. Осы сияқты мақсаттарды жазып қойдым. Енді ол мақсаттарға жақындататын іс-әрекеттерді істеп жатырмын. Енді мысалы маңызды деген, сендерге ең маңызды арман мақсаттарымның бірі, ол 1000 оқушыны оқыту. Онлайн физикада 1000 оқушыны оқыту деген, енді 1000 оқушыны грантқа түсіру деген сөз ғой. Мақсатым сол 1000 оқушыны 20-20-да грантқа түсіру. Ал енді оған не істеп жатқанымды, оны онлайн физиканың миссиясы ретінде қарастыруға болады. Мысалы, онлайн физиканың миссиясы қандай десе, бірден айтам. Бүткіл мұғалімдерді жұмыссыз қалдыру. Енді онсыз да жай айтып отырғаным ғой. Негізінде енді онлайн түрде, видео сабақтар дамып келе жатыр, қазір. Бір білген затты қайта-қайта 30 жыл бойы айтып жүрген, ол қызық емес. Және оның тиімділігі жоқ. Адам өмірін босқа құртып жатыр деген сөз. Бір рет білген затты айтып видеоға түсіріп тастадың, одан кейін басқа да адамдарға пайдалы заттармен айналыстың. Оның түк пайдасын көріп отырған жоқпыз. Және әлемде дамып, оның дұрыс емес екенін түсініп, барлығы жаңа, онлайн сабақтарға көшуде. Енді шын онлайн физиканың миссиясы ол ұбт-ға дайындалып жатқан 11-ші сынып оқушылары еш уайымсыз 100% сеніммен физикадан 35+ балл алатын орталық жасау. Және тек қана грант емес, болашақта игерген білімін жүзеге асырып, жұмысқа орналаса алатын маманға айналдыру. Және уақытын барынша үнемдеп, басқа пәндерге дайындалуға мүмкіншілік жасап беру. Онлайн физиканың миссиясы осы. Ешқандай уайымсыз онлайн физикаға келдің, уайымдамайсың, 100% грантқа түсетініңе сенімдісің. Осындай жағдай жасап беру. Енді ол миссияны орындау үшін мен не істеп жатырмын? Енді ол миссияны орындау үшін бірдеңе істеуім керек қой. Біріншісі, енді физикадан 35 балл алу үшін бізде 7-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін барлық теория, практика қамтылған. Біз 7-ден бастап 11-ші сыныпқа дейін толық физика материалдарын барлығын түсіріп, ештеңесін қалдырмай, соны сабақ ретінде саламыз. Толық видеомызды көріп шыққан адам 3 ай ішінде көріп шығуға мүмкіндік бар. Толық физикаға дайын болады деген сөз. Ал енді қосымша, мысалы, дайындық, енді өзімізбен рахаттанып өту үшін, кайфпен болу үшін сабақ оқу. Жастар тілінде өтіледі. Енді өзіміздің тілмен, андай бұрындағыдай қатайып, бір үлкен апайлардан қорқып отырып сабақ оқу деген ондай әңгіме жоқ. Қарапайым, мысалы, бір затты қиындатып түсіндіргенше аламызда, мынаны аласында былай-былай қосасын, көбейтесің, жауабы шықты. Оны не үшін қиындатып жатсың деген сияқты. Солай өзіміздің тілмен түсіндіріп есептеп тастаймыз. Енді одан кейін ұбт-ға деген еш уайым болмас үшін ұбт-дағы жаңалықтар, ұбт-та қандай өзгерістер болып жатыр, соның барлығын, ұбт-да соңғы келген тест кітапшаларындағы есептерді талдап, оны да оқушыларға беріп отырамыз.
Енді ұбт-дағы соңғы жаңалықтар дегеніміз, енді болашақта ұбт-да, яғни ұбт-ның физика есептерін құрастырған кісімен өзіміз болашақта сұхбат жасайтын боламыз. Сол кезде өздеріңізге барлық қандай өзгерістер болып жатыр, қандай есептер қосылды, соның барлығын есепті құрастырған адамның өзі айтып беретін болады. Тағы қосымша, мысалы, басқа пәндерге дайындалуға уақыт болу үшін сабақтар Шаталов методикасымен өтеді деген сөз. Шаталов методикасы барынша қарапайымдастырып, Инстаграмда Шаталов жайлы бір видео бар, яғни қалай қарапайым оңай жаттап алуға болатындығы жайлы. Яғни біздің сабақтар Шаталовпен өтілетін болса, яғни тірек сызбалар көмегімен, онда тезірек, яғни көп қайталаусыз ұзақ уақытқа есте қалдыруға болады. Яғни сондықтан басқа сабақтарға уақыт болады дайындалуға сендерге. Және формулаларды, теорияларды енді ұмытып қала береміз ғой, кешке дейін ұмытып қала береміз, тарихта мысалы жылдарды ұмытып қаламыз, физикада формулаларды, теорияны ұмытып қаламыз. Енді сол проблеманы шешу үшін, енді менің мақсатым 100% нәтиже көрсетіп, бір мақтанып қалу ғой. Мынанша оқушыны грантқа түсірдім деп. Енді сол мақтану үшін маған осындай әрекеттер жасау керек. Енді бұл әрекетім, мысалы, Ғаламат School деген мектептің тренері, яғни Айнұр деген бір апайларың бар. Ол апайларың енді кітаптарды жатқа айтып береді. Ол апайларыңнан кітапты ашып, қай жерін сұрасаң, сол жерін жатқа айтып бере береді. Ол қалай жаттап алды оның бәрін деп біз басында таңғалатынбыз. Сөйттік, содан кейін бәрін түсіндіріп берді, сөйтсек реальный зат екен. Енді соны да мен өтініш жасап, яғни ұбт-ға бірінші мен оқушылар дайындамас бұрын, бірінші математиканы өтіп алайықшы дедім. Яғни математика болмаса физика болмайды дедім. Сөйтіп математиканы үйретіп, физика өтіп жатыр едік, сөйтсек өтілген заттарды ұмытып қалды. Сосын жаңағы сабақтарды енді ұбт курсына қосып қойдық, жаңағы Айнұр апайлардың сабағын. Яғни бірінші есте сақтауды дұрыстап аламыз, одан кейін математиканы, амалдарды орындауды үйреніп аламыз, одан кейін ғана барып физиканы бастайтын боламыз. Сонда ғана 100% нәтиже көрсетем деп ойлаймын. Мына видеоны түсіріп отырғанымның да себебі осы. Яғни қаншама адамға мысалы осы екі таңдауды әрқашан есінде ұстауға үйреткен осы арман мақсат қалай қою. Енді оқушылар болашақта университетті бітіргеннен кейін, мысалы 2019 жылы есеп жүргізген, сол есепте 85 мың жас, яғни университетті бітіргендер жұмыссыз жүр екен, 85 мың жас. Енді сендер де солардың қатарына кіріп кетпес үшін мен қай университетке түсу керек, түспеу керек, яғни соның барлығын сол 85 мың жұмыссыздардың тәжірибесіне қарап, яғни солардың тәжірибесін ескере отырып айтып беретін боламын, қай университетке түсу керек, түспеу керек. Енді осымен біздің слайд аяқталып қапты. Яғни мақсатыма жетуім үшін, яғни қандай қадамдарды жасап жатқаным енді құр сөз емес, нақты фактпен көрсетіп отырмын. Енді мысалы армандарымды мен жазып қойдым ғой, кез келген арманымды. Енді соның өзі әртүрлі қадамдарға бөлінген, яғни әр күнге бөлінген. Мен әр күні не істеймін. Оны мысалы мынандай Trello деген бағдарламадан көрсек болады. Осындай Trello деген бағдарлама бар, яғни мына жерде менің мысалы бүгін істеп тастағасын ғой дейді. Енді мысалы бүгінгі істеймін дегендерім жазылып тұр, мына жерде. Енді істеп тастағасын ғой, енді онлайн физиканың миссиясын жазу. Яғни таңертең оны жазып тастадым, сондықтан бұл дайын. Енді 20-20 арман мақсат қою видео түсіру тұр. Енді оны да мына жаққа апарып көшіре саламын. Оны қазір түсіріп жатырмын. Осы сияқты бүгін істейтіндерім жазылып тұрады. Одан кейін аптасына тұрақты, енді өздерің ыңғайларыңа қарай бөліп аласыңдар. Енді мысалы мына жаққа жүре беретін болсаңдар, жыл бойы не істеген, жыл бойы не істейтінім, мысалы 2019-да істеу керек деп мысалы қалып кеткендері бар. Енді әртүрлі маңыздылығына байланысты кейінге қалдырылады, солай өздерің өзгертіп отырасыңдар. Бастысы таңертең тұрып мынаны қараған кезде бірден армандарың еске түсіп, жұмыс істеп ары қарай жүру керек екені еске түседі. Мына жерде істелінді дейді, яғни мына жерде істелінген жұмыстарым мен осы уақытқа дейін. Яғни Trello'ны бастадым, яғни бұл енді кайдзен планирование деп аталады, яғни кайдзен бойынша күніңді жоспарлау. Енді сендерге бұлай аса күрделі жоспарлау қажет емес. Біраз жұмыс істеп саппын ғой. Осылайынан күнде дайын тұрады. Мынау енді телефонмен де бірге істелінеді. Мысалы телефоннан аламын да істеген жұмыстарымды ары бері көшіре беремін. Мысалы көрсете слайд. Мысалы 20-20 видео түсірдім, мына жаққа көшіріп қойып қоямын. Яғни менің істеген жұмыстарым көбейген сайын астыға жаңағы мынау сияқты. Менде мотивация да көбейіп отырады. Барған сайын осыны ары қарай көбейте бергім келеді. Яғни осылай күн сайын жоспарлап отырамын. Таңертең тұрамын.
таңертең не істейтіндерімді примерно арман мақсаттарыма жақындататын қадамдардың барлығын бір күнде істей аламау дегендерді жинаймын. Одан кейін сол бойынша істеймін. Сосын кешке қарай өз-өзіме есеп беремін. Енді өзімізде арамызда 8 адам, яғни бірігіп алғанбыз, яғни осылай жеке кәсіп істеп жүргендер. Солар бірігіп алдық, бір-бірімізге есеп береміз, яғни жоспар орындамасақ, яғни штраф төлейміз. Осы сияқты өздеріңе класстастарыңмен, достарыңмен бірлесіп, мысалы жоспар орындамаса, штраф деген сияқты, или әйтеуір келісіп аласыңдар ғой. Осымен видеомыз аяқталды, пайдалы болды деп ойлаймын. Пайдалы болса, достарыңа жіберіп, яғни жалқау кішкене эволюцияға нашар ұшыраған достарың болса, соларға жіберіп қойыңдар. Олар да кішкене бұндай зат бар екенін біліп жүрсін. Осымен видеомыз аяқталды. Келесі уақытта кездескенше